Саламатсыздарма, құрметті қазақстандықтар. Бүгін 31 қаңтар. Аллаға шүкір, бүгін бізде Қарақоджаева Зулейха ханым баспаналы болып жатыр. Машалла, құтты болсын. Алла берекесін берсін, машалла. Бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз, қай жерден алып жатсыз? Неше миллиондық баспана? Жаным, қызым мына кісінің. Аллаға шүкір, 31 январь 2022 жылы Нұрсат 2-ден 41 квартира, 41 дом, Машалла. 12,5 миллионға алып жатыр. Кооператив қанша бөліп жатыр сізге? Бізге 9 миллион. Машалла, үстіндегісін өздеріңіз қосып жатырсыздар, иә? Машалла, Алла берекесін берсін, құтты болсын. Иншалла, Ройға деген қандай алғыстарыңыз, бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз? Алла разы болсын, істеріңіз қайырлы болсын. Амин. Үлкен рахмет, қуанышымызды айтып жеткізе алмай тұрмыз. Машалла. Баламның әуелі Аллах тағала, одан кейін осы анамның арқасы. Машалла. Сіздерге рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Амин, рахмет, сізге де құтты болсын. Шашу шашып барайық үйіңізге, иншалла. Шымкент қаласының өкілі Рыскүл ханым. Машалла. Біз де сіздер үшін қуанып жатырмыз. Құтты болсын. Рыскүл ханым Шымкент қаласының өкілі құжаттарын бәрін дайындап жатыр.